Сәлем баршаға, тәуелсіздік күні құтты болсын достар. Мен сіздерге бір лайфхак көрсетемін. Бірінші, энергиямызды тексеріп аламыз. Мынандай үйдегі кошелектағы ең крупный ақшаны аласыздар, 10 мың теңгелік болса да болады. Менде 20 мың теңгелік деп ғой. Соны қолдарыңызға қоясыздар былайынан. Көріп тұр ма? Қолдарыңызға қоясыздар. Егер қолыңыздың энергиясы ақшаны қимылдата алатын болса, значит сіздің энергияңыз күшті деген сөз. Бірінші осылай тексеріп алыңыздар. Үйдегі ең ірі ақшамен. Неге ірі ақша? Ірі ақшаның энергиясы да ірі болады. Сіздің қолыңыздың энергиясы қаншалықты, қалай айтса болады, энергияңыз қаншалықты жоғары, соны тексересіздер. Бірінші тексеріп алыңыздар, сосын не істеу керектігін айтамын. Мына мен өзімнің қолымның энергиясын көрсетіп тұрмын сіздерге. Көрдіңіздер ма? Ақшаны мен қолым майыстырып жіберді. Хотя менің кошелегімде ақшалар тіке тұрады, ешқашан майысып тұрмайды. Мен даже қазір бұл ақшаның арғы бетін қойып та сіздерге осылай көрсетіп бере аламын. Үйде осылай істеп көріңіздер. Міне ақшаны қимылдатып, осындай дәрежеге жеткізді қолымның энергиясы. Болды. Қазір екінші шетін көрсетейін. Міне ақша. Мынау былай майысты ғой. Енді қараңыздар, былай қоямын. Сіздер чтобы сену үшін. Үйде істеп көрсеңіздер, өздеріңіз де байқайсыздар. Егер энергияларыңыз түсіп кеткен болса, ақша қимылдамайды. Ол кезде уже энергияңызбен жұмыс жасау керексіз. Не үшін бұны айтып жатырмын? Саудада, бизнесте жүрген адамдар, үйдегі жанұядағы адамдарға осылай энергиясын тексеріп аласыз. Барлық жанұядағы адамның. Солай кімнің энергиясы жоғары, соған 1 минут осы ақшаны ұстатып қоясыз. Екі алақанымен қысып ұстайды. Солай сол ақшаны оның қолынан алып, кошелегіңізге салып, ертесі күні жұмысқа барасыз. Сол кезде саудаңыз керемет болады. Яғни сіз үйдегі жанұяңыздағы жақын адамыңыздың энергиясын ақшаға салдыртып алғанмен тең ғой, былайша айтқанда. Бірақ ол кісі 1 минут ұстап тұру керек ақшаны. Қалай ұстап тұру керектігін қазір видеоның соңында көрсетемін. Міне, ақшаның екінші шетінде қолым майыстырды. Көрдіңіздер ғой, енді қараңыздар. Осылай 1 минут ұстап тұрады. Энергиясы жоғары адам. Солай сізге береді. Сіз кошелегіңізге салып қойып, ертесі күні саудаңыз керемет болады. Видеом пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін тәуелсіздік күніне осындай бір позитивный видео түсіргім келді.